Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өте маңызды тақырыпты талқылаймыз. Балаларымызды интернеттегі фишингтен қалай қорғауға болады? Фишинг бұл интернет алаяқтығының бір түрі. Онда қаскөйлер алдау арқылы жеке мәліметтерді, соның ішінде құпия сөздерді, банк шоттарының деректерін және кредиттік карталардың нөмірлерін ұрлауға тырысады. Олар банктер, әлеуметтік желілер немесе төлем жүйелері сияқты заңды ұйымдардан келгендей көрінетін электрондық хаттар мен хабарламалар жібереді. Мұның мақсаты алушыларды алдап, құпия ақпараттарын жариялауға мәжбүрлеу. Балалар үшін интернет тек көңіл көтеру құралы ғана емес, сонымен қатар білім алу көзі. Алайда, тәжірибенің аздығы мен сенгіштігі оларды фишинг шабуылдарының алдында әлде қайда осал етеді. Балалар жалған хабарламаларға оңай сеніп, жеке немесе қаржылық ақпараттарын алаяқтарға беруі мүмкін. Енді балалар үшін фишингтің негізгі қауіптерін қарастырайық. Балалар өздерінің аты-жөнін, үй мекен-жайын, мектеп туралы деректерін немесе тіпті ата-аналарының банк карталарының мәліметтерін байқамай жариялап қоюы мүмкін. Бұл қаржылық шығындарға немесе жеке деректердің ұрлануына әкелуі мүмкін. Фишингтік хабарламаларда зиянды сайттарға апаратын сілтемелер болуы мүмкін. Мұндай сайттар құрылғыға автоматты түрде зиянды бағдарламалар жүктеп, деректердің жоғалуына немесе құрылғының істен шығуына себеп болуы мүмкін. Балалардың әлеуметтік желілердегі ойын платформаларындағы немесе электрондық пошталарындағы аккаунттары фишинг шабуылдарының нысанына айналуы мүмкін. Қаскөйлер бұл аккаунттарды фишингтік шабуылдарды әрі қарай тарату немесе басқа алаяқтық әрекеттер үшін пайдалана алады. Кейбір жағдайларда алаяқтар балалардың жеке мәліметтерін пайдаланып, оларды кибербуллингке немесе тіпті физикалық қудалауға ұшыратуы мүмкін.